Бұл дәрісте біз слой стильдермен жұмыс жасайтын боламыз. Мысалға бір суретті ашайық. Және де бұл суретті жаңа слойға Ctrl-G әріптерінің комбинациясын басу арқылы жаңа слойға көшіріп алайық. Өйткені фондық суретпен біздің фондық сурет бізде әрқашанда құлыпта тұрады, сондықтан бұл суретпен ешқандай стильдер қою мүмкін емес. Болмаса бұл нені жай ғана слойға бұл фонға екі рет шерту арқылы фонымызды слой есебінде форматтауымызға болады. Және де онымен де жаңа құлыпты өшіріп алып тастап, онымен де жұмыс істей беруімізге болады екен. Мысалға біз мынау бірінші слойымызға әртүрлі нелер стильдер беріп көрейік. Алдымен бұны мысалға бір не арқылы төртбұрышты ерекшелеу арқылы бұлайша ерекшелеп алайық. Және де Ctrl-G әріптерінің комбинациясы арқылы жаңа слойға көшіріп алып, осы слойға екі рет шерту жеткілікті. Сол кезде бізге слой стильдері терезесі ашылады. Photoshop'та бірнеше слой стильдері бар. Оларды атап айтатын болсақ, мысалға сая деген стиль бар. Бұл стильдің несіне атауына келіп курсорды бір рет шертсеңіз, сізге сол стильдің жаңағы нелерін баптау терезесін ашып береді. Болмаса мысалға ішкі сая, сыртқы жарықтану деген сияқты әрқайсысын ауысқан кезде біздің панеліміз, баптау панеліміз ауысып отырады. Біз қазір жаңағы неден сая деген неден бастайық. Мысалға бұл жерде непрозрачность деген, яғни қоюлығы, жаңа түстің қанықтығы артында мысалға саясы былай кішірейеді екен, азаяды екен. Және де сол сияқты бұл саяның несін артқа қарай түсіп тұрған градусын, углын былайша өзгертуімізге болады екен. Болмаса жай ғана суретке барып, саясын бір шертіп алып, бүйтіп қалаған жерімізге бүйтіп суреттің саясын бүйтіп түсіріп қоюға болады екен. Және де сол саясын былайша жақындатып, ұзайтып, көлемін қанықтылық және де онша қанық емес қойып, және размақ көлемін өзгертуімізге болады екен. Ол үшін жай ғана мынау жолақтарды жылжыту жеткілікті. Және де артында жаңа біздің саямыздың түсін өзгертуімізге болады екен. Мысалға мынау түске бір рет апарып шертсек, бізге түстер жинағы палитрасы ашылады. Осы жерден өзімізге керекті түсті, мысалға мынандай бір түсті қояйық. Көріп тұрғаныңыздай, артында түсіміз осы түске ауысты. Және де оны жаңа несін азайтып көбейтуімізге болады. Сол сияқты ішкі сая деген тура сол сияқты неде тағы бір Photoshop'та тағы бір не бар, стиль бар. Бұл стильде тура сондай жаңа көлемін үлкейтіп кішірейтуге болады. Көріп тұрғаныңыздай, бізде ішіндегі суреттің ішінен ішкі сая түсіріп тұр. Және де бұның да түсін өзгертуімізге болады. Қалағанымызша, мысалы бұлай қызғыш түс қылып қойсақ, және де бұның да радиусын, углын бұлайша өзгертуімізге болады екен. Және де келесі стиль бұл сыртқы жарықтану. Яғни біздің рамкамыздың сырты бұл үшін бұлай істейікші біз қазір. Мына суретті жабайық. Мына суреттің астынан жаңа слой ашып, бұл слойды қара түске болмаса градиент құралы арқылы артын неге бояп қояйық. Мынандай бір түспен не істеп қояйық, градиентпен жүргізіп қояйық.
былай қарай жүрсек былайынан боялады екен. Осы қайтадан жаңа стилімізді ашып, сыртқы жарықтануға былайша өзгерістер енгізуге болады екен. Оның жаңа көрініп не қылуы, және де оған көлемін үлкейтіп қояйыншы қазір мен. Размер деген кезде көлем үлкейеді, және де размах бұл жаңа мынаның қанықтылығы. Былай қойсаңыз қанық болып тұрады, ал жай азайта берсеңіз ол кішірейіп қанықтығы жоғала береді екен. Және де бұның да жаңа градиент қоюға болады, былайша. Және де мына градиенттің нелерін ауыстыруымызға болады. Көріп тұрғаныңыздай сыртындағы жарықтану градиентпен ауысып кетті, ал оны біз жай ғана түс қойып қоюымызға да болады. Және де түсті де қалауымызша өзгертіп, мысалға мынандай түске, мынандай бір түске ауыстырып қоюымызға болады екен. Осылайша бұл түсті де жаңағыдай неғып үлкейтіп кішірейтіп, және де бұған шум беруімізге болады екен. Былайша шум дегеннен үлкейтсек, мынандай эффект пайда болады екен. Келесі неміз стиліміз ішкі жарықтану. Бұл да сол сыртқы жарықтану сияқты, тек қана бұл ішке қарай жарықтанады. Жаңа көріп тұрғаныңыздай міне түсін сәл қанықтау түс қояйық, сол кезде көрінетін болады. Көріп тұрғаныңыздай бұл жерде орнату режимдері бірнеше, әрқандай слойдың стильдерінде орнату режимдері болады. Оларды мысалға атап өтетін болсақ, кәдімгі нормальный, және де көбейтілген, және де қарай жарықтанған, және де сызықтық жарықтану, сызықтық қаралану деген сияқты бірнеше нелерге бөлініп тұрады. Мысалға бұларды мына суретке назар аударып тұрыңыз. Егер де бұны қазір ауыстыра беретін болсақ, мысалға мынау басқа неге ауыстырдық, қазір затухание деген режимге ауыстырған кезде мынандай эффект береді. Және де сол сияқты бірнеше эффектілер ауыстырған сайын басқаша нелерге, көлемге суретіміз басқаша эффектке ауысады екен. Бізге қазір жай ғана не үшін кәдімгі автоматты түрде орындалатын нормальный режиміне қойып қоя салайық. Келесі неміз бұл